Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге осы арнайы көшет отырғызу науқанында қалай көшетті дұрыс отырғызу керек деген тақырыпта кішігірім мастер-класс өтетін боламыз. Мен есім Масалитов Нариман, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің түлегімін. Сіздерге осы жайында қазір кішігірім тәжірибемізді бөлісетін боламыз. Көшет отырғызудағы ең бірінші мәселе, бірінші орын таңдаудағы мәселе. Ең бірінші біз қарауымыз керек орынды. Яғни біз орын таңдағанда жай ғана емес, біз ол орында 5 жыл, 10 жылдан кейін ол жерді қалай көреміз, соған мән беруіміз керек. Біреулер болуы мүмкін, биыл отырғызады, 2 жылдан кейін ол жерге басқа жоспары бар. Олай болмайды негізі. Ондай жоспарыңыз болатын болса, құрылыс жоспарлары бар басқа уақытта. Онда ол жерге мүлдем отырғызбаған дұрыс болады. Бекерге ағашты қинамай, оны ертең кесіп алып тастамас үшін. Көшет таңдайтын орын қалай болу керек? Яғни ол жеріміз бірден міндетті түрде біздің тегіс болған абзал, және де оның топырағы қорек элементтерге болу керек ішінде құрамында. Яғни біз ол жерге тасқа екпеуіміз керек, құмға екпеуіміз керек. Яғни құрамында органикалық заттар, шіріген заттар болу керек. Және де оның құрамында міндетті түрде кішкене су болу керек. Болашақта ертең суармағаннан кейін өзінде су алып кететіндей. Екіншіден, ол жеріміз біздің күн түсетін жер болу керек, күн сәулесі түсетін. Және де оның жел болған кезде жел тұратындай, және арасында жел есетіндей жер болу керек, орын болу керек. Және бізге міндетті түрде кішкене кең ауданда керек болады. Өйткені шамамен жеміс ағаштары үшін әр ағаштың арасы 6 метр болу керек. Ал біздің орнымыз дайын делік. Одан кейінгі мәселе біздің көшет таңдау. Көшетті қайдан таңдаймыз? Көшетті қазір көп жағдайда жолдың бойында көп сатады, базарларда көп сатады, және де тәлімбақтарда, яғни питомниктерде. Менің ұсынатыным, яғни міндетті түрде тәлімбақтарын, яғни питомниктерін алу керек. Мысалы, жолдың бойынан алған, бүгін мен жолдың бойынан арнайы алып келдім. Мына қарасаңыз, мына жер, мына питомниктен тәлімбақтан деп келді. Мынау мүлдем несі құрылысы дұрыс емес. Қараңыздар, біріншіден мынаның сыртқы қабығы мына жерге зақымдалған. Мына жерде өйткені қоректік элементтер төмен түспейтін болады. Сосын мынаның құрылысы дұрыс емес. Мына жерде айыр болып кеткен. Яғни бұл ертең өсетін болған кезде, өсетін болсақ, мына жақ салмақ түседі, мына екі айырылып түседі. Яғни бұндай көшеттер мүлдем алынбау керек, мынандай көшеттер. Мынандай көшеттер жоламаңыздар. Ал мынау болатын болса, бұл мына жақсы көшет деуге болады. Қараңыз, мына жерде сабақтары ешқандай зақымдалмаған, бұл жерде кішкентай ішінде тік негізгі сабағы бар, және кейінгі бұтақтары алма кезек орналасқан. Бұл да бір жақсы көрсеткіштің бірі болып табылады. Тағы да бір мән беретін нәрсе, мынау телінген жерден төмен қарап бір 5-7 сантиметр төменде бұның тамыр мойны деген болады, яғни корневая шейка деген. Бұл өте маңызды жері, бұған өте қатты мән беру керек бұны көшет отырғызған кезде. Бұны біз мына жерден деп аламыз, мына жерден. Бұл жер яғни топырақтың астына көмілмеу керек. Егер бұл топырақтың, бұл жер не үшін маңызды? Бұл алманың өсуіне, оның физиологиялық дамуына, және де алманың ерте пісуіне, кеш пісуіне, және алманың дәміне, және өте қатты әсер ететін орын бұл. Өте сондай маңызды бөлігі жеміс ағашының. Егер де бұл жер топырақ астына көмілетін болса, топырақтың астына қалып кететін болса, бұл жер топыраққа өсімдік қатты күйзеліске, яғни стресске ұшырайды да, ағаштың орналасып кету ұзақ, яғни біздің жеміс беруіміз кешеуілдейді. Және біздің еккен жемістеріміздің бұтақтары дамымайтын болады уақытында. Және де ол кейін болашақта міндетті түрде оның өнімнің сапасыз болуына, өнімнің аз болуына, және алманың дәмінің өзгеруіне әсер етеді. Және сосын соңында келіп, бұл алманы кінәламауымыз керек болып жатса. Өйткені ар жағы өзімізден болып табылады. Сол үшін де мына шетін бұл топырақтың астына көмілу үшін емес бұл жері. Бұл міндетті түрде топырақтың бетімен бірдей болып тұру керек. Егер топырақтың астына көметін болсақ, бұл оның астына лайықты емес, бұның өзінің физиологиясы, ол көптеген зақымдар ұшырайды топырақтың астына. Мына қазір біз жеміс ағашын, осы жерде бұрында жеміс ағаш болған екен, соның орнына егіп жатырмыз. Яғни біз қазған кезде, мына жерді ойып қазған кезде, мынандай жеміс ағашының тамырына кезіп болдық. Яғни бұл дұрыс отырғызылмаған тамыр мойны. Одан бөлек жаңа жалғанған телінген жерде топырақтың астына көміліп кеткен. Яғни бұл өскен 1 жыл, арғап 2 жыл өлген. Яғни бұл үлкен қателіктің бірі болып табылады.
қазір біз жерді қазып болдық, ямамызды қаздық. Енді бұның ішіндегі қазір отырғызған кезде мына көрген телінген жері бар ғой, телінген жері. Мына жерді қарасаңыздар, мына жер иілген жері бар. Ішке қарап. Осы жаға солтүстікке қарап отырғызу керек. Солтүстікке мына жақ иілген ішке кірген жері. Мына оңтүстікке қарап тұру керек. Күнге қарап. Бұл да бір маңызды шараның болып табылады көшет отырғызғанда. Шұқырды қазған кезде қазір біздің қабырғалары вертикально болмау керек, тік болмау керек. Тік болмау керек. Ол не үшін дейсіздер ғой? Өйткені мына қазір тамырлар өскен кезде мына егерге мына қабырғалар тірелмеу керек былай. Сол үшін бізде кішкене диагоналына былай кішкене ылдилау болу керек. Қазір оны қазып көрсетеміз. Өйткені тамыр жайылған кезде егер маған тірелетін болса, егер оттегі жетпейтін болса, айналып өзіне қайтатын болады. Сол үшін егер біз кішкене ылдилау болатын болса, ол оттегіні қоректік заттар іздеп кішкене жоғарыға көтере алатын болады. Кішкене бір 45 градуспен. Сосын тағы да бір мәселе. Мынау біздің шұқырымыз қазған тамырдың диаметрінен 3 есе үлкен болу керек, 3 есе үлкен. Ол сондай стандарт. Егер ондай болатын болса, тамыр дұрыс жайылмайды, тамыр дұрыс дами алмай қалады бастапқы уақытында. Сол үшін де тамырдың диаметрін аламыз, оны 3-ке көбейтеміз. Ол біздің шұқырымыздың диаметрін шығарып береді. Мына шұқырдың диаметрін өлшеген кезде тамырға қатысты, оны ең оңай жолы мынандай күректің сабымен өлшей салады. Ең қарапайым жол осы. Мынаны өлшедіңіз, мынанікі қанша шамамен мысалы, міне көріңіздер. Мына жер шамамен бір 15 сантиметр делік. Сонда біздің шұқырымыздың ауданы, яғни ұзындығы, диаметрі 45 сантиметр болу керек. Ал біздің мынауымыз біздің 20 сантиметр, 25-40 сантиметр мына жерге дейін. Сонда біздікі лайық болып тұр. Біздің шұқырымыз жаңа мына тамырдың диаметріне өте лайық болып тұр. Сосын тағы да бір мәселе, егер біздің мына тамырлар жайқалып тұратын болса, тамырға сыймайтын болса, тамырларды майыстыруға болмайды былай. Майыстырып мынанша сыйдыруға. Ол да қателік. Ол жердегі сіздің қызметіңіз нені үлкейту, шұқырдың диаметрін үлкейту болып саналады. Мынаны ешқашан майыстырмаңыздар. Сосын тамырды тағы да бір мәселе бар. Тамырды қырқады көбісі. Мынаны тамырды қырқпаңыздар. Тамырды қырқуға болмайды. Өйткені бұл тамырлар ретмелерден ол жер оттегімен, қоректік элементтермен, сумен қоректенеді. Сол үшін мұны егерде бір шартпен ғана, егерде ұзын болатын болса, төмен қарап, тамыры қатты қысқартуға болады. Мынау да қысқартылған мына жерде. Мынау да осылай қысқартылған. Мынау дұрыс емес мына жер. Міне, негізгі стандартты шұқыры көшетке арналған. Осылай болу керек. Міне, ылдилау міне. Егер тамыр былай өскен кезде, мына жерден қоректік элементтер таба алмайтын болса, ол жоғары қарап көтеріле алады кішкене былай. Мына ылдимен. Егерде біріншіден сіздің топырағыңыз қатты болатын болса, ауыр құм балшықты болатын болса, ол жер тамыр мына жерін тесіп өте алмайды. Сол үшін ол артқа қайту мүмкін мына жерде кішкене бостау жерге. Ал бізге ол керек емес. Бізге тамыры кең жайылған дұрыс. Ал негізінен ағаштардың, мысалы сұлбасы болатын болса, ағаштың мысалы бұтақтарымен, оның тамыры одан 3 есе көп өседі одан. Біз соған жұмыс істеуіміз керек болашақта. Мысалы алма ағаш мысалы ені бір 4 метр болатын болса, онда оның ар жағы 12 метрге дейін кетеді тамырлары. Соған не жайылады. Біз соған жағдай істеуіміз керек. Оған бірінші отырған кездегі сондай стрессті жағдайдағы кезде біз ең алғашқы қадамдарын жеңілдетіп беруіміз керек. Яғни тамырдың бастапқыда орнығып алу үшін. Сол үшін біз мынандай кішкене осындай 45 градуспен кішкене ылдилап қазамыз. Тамырлары егер қоректелген жетпеген кезде, оттегі жетпеген кезде кішкене жоғары қарап көтеріле алатындай. Және сосын тағы да бір қызықты ақпарат, ағаштардың көбісі негізі тамырдың негізгі массасы 30 см мен 60 см арасында астында ғана болады. Негізгі массасы. Ал қалғандары төменде болады. Сол үшін де тамыр тереңге кетеді, 1,5 метр, 2 метрге тереңге кету мүмкін біреулер, бірақ негізгі масса 30-60 сантиметрде болады. Сол үшін де қасында қазба жұмыстарын жүргізген кезде, бірінші жұмыс жасаған кезде соған мән беру керек. Сосын оны суаратын кезде де, оны тыңайтқыш беретін кезде де түбін ғана бермей, оның жан жағына сондай өзінің ағаштың бұтақтарының ауданына байланысты, өлшеміне байланысты ненде суаратын, тыңайтатын да ұзындықтарды соған сай болу керек. Сосын тағы да бір көп таралған тағы бір қоғамда
ағаш отырғызудағы бір қателіктердің бірі, міндетті түрде оған тыңайтқыш беру керек деген нәрсе бар, немесе оған міндетті түрде қара топырақ араластыру керек деген нәрсе бар, немесе торф араластыру керек деген, немесе көң араластыру керек деген. Оның бәрі үлкен керексіз шығындар болып саналады. Оны қолдануға да болады, негізі оны бірақ қолданбаған абзал. Өйткені біздің тыңайтқыш беру арқылы біз оған бұл тірағза болғандықтан ағаштарда, егерде біз мына жерді ғана тыңайтатын болсақ, ол өсімдіктің тамыры одан алыса кетпейтін болады. Сол жерде ғана айналып, сол жерде тамыры осы жерде ғана алыстамайтын болады. Біз оны тереңге, жан-жаққа кең таралуына біз кедергі ететін боламыз. Және де тағы да бір қара топырақты мысалы себу, тыңайтқыш беру, тек қана осы жерге ғана тыңайту, осы жерге қара топырақ себу, ол да бір кішкене ақылға қонымсыз. Сіз осы жерде ғана тыңайту арқылы тыңайтамын дейсіз, бірақ оның тамырлар жаңа айтқандай, одан әлдеқайда неше метрге жан-жаққа таралады. Ол былай айтқанда мүлдем неге келмейді, қонбайды ақылға. Сосын тағы да бір мәселе, мынаның түбіне дренаж жасау, түбіне тас қиыршықтарын тастау, шебен тастау, тастарын қиыр. Ол да үлкен қателіктің бірі. Оның астына ешқандай нәрсе тастауға болмайды. Өйткені ол жерді тастайтын болсақ, егер оның астына бір-біріне қатты бірігетін болса, су барған кезде ол жерге астына су ол дренаждың астына өтпейтін болады да. Ол жерден су көп жиналып, көп керектен артық жиналып, жемістің тамыры шіру мүмкін. Және де егер жазды күні күн ысыған кезде топырақтың капиллярларымен су жоғары қарап көтерілген кезде, дренаждан топырақ дренажға тіреледі. Яғни ол жерде ешқандай капилляр жоқ, жоғары қарап су өтпейтін болады. Ол да бір қателігі. Тағы да бір кездесетін қателіктің бірі, өсімдіктің жемістің тамырының өсуін күшейтетін, яғни стимуляторлар қолдану. Ол да қарқынды бақтарды қолдану болғанымызда қарапайым үй жағдайында оны қолдану өте керексіз шараның бірі болып табылады. Яғни біз барынша өсімдікке өзінің табиғи жағдайда жер сынып кетуіне, тамыр жайып кетуіне жағдай жасауымыз. Алынан көмегінде. Ал міне көшетімізде отырғыздық. Бұл жердегі жаңа біз айтып отқан тамыр мойны деген өте маңызды жер. Міне арада 5-7 сантиметр. Және бұны қалай тексереміз деген сұрақ. Оңай жол бар, өте оңай жол. Көшет отырғызған екен. Былай қозғап көреміз көшетті. Егерде көшеттің екі жағынан бос орындар қалмаса, былай жылжығаннан сығылып, бос орындар. Былай айтқанда ойықтар. Онда біз дұрыс деген сөз. Егер біз қозған кезде арасында ойық қалатын болса, ол біз оны тамыр мойнын тереңге көміп жіберді деген сөз. Яғни оны кішкене жоғары көтеру керек. Яғни топырақ кішкене алу керек. Міне былай айтайық, мысалы үшін, мына жер қараңыз, мына жер орын қалатқан жоқ почти міне. Яғни бұл әдемі тұр өз орнында. Міне, егер былай тұратын болса, міне, екі жағында орын қалатын болса, яғни бұл былай орын ашылатын болса, яғни бұл дұрыс емес деген сөз. Яғни тамыр мойны төменге көміліп кетті деген сөз. Ал тамыр мойны жаңа біз айтқандай өте көп факторларға жауап береді, оның өсуіне, өнуіне, жеміс беруіне, жемістің сапасына. Бұл сол үшін тамыр мойнына өте мән беруіміз керек отырғызған кезде. Егер де сіз топырағыңыз өте құнарсыз екеніне көзіңіз жетіп тұрса, немесе егер сіз қатты қалап тұрсаңыз, топырақты көмген кезде жемісті, көшетті, немесе көңді, немесе қара топырақ араластыру. Негізгі топырақтың көлеміне 10% араластырсаңыз болады. 10% ғана. Соның өзі жеткілікті деп саналады. Тағы да бір мәселе, көпшілік айтады, егер көшет сатып жатқан жерден сұрасаңыз, олар айтады, мынаны қысқартып береді. Жаңа мен де бүгін алған кезде айтып жатыр, сатушы. Мынаны қысқартып берем дейді мына жерінен. Мынаны қысқартып тастаймын, мынаны қысқартып тастаймын деп айтып жатыр. Яғни ол дұрыс емес, іс-шара болып саналады, дұрыс емес мүлдем. Өйткені не үшін? Өйткені біздің бірінші мәселеміз не? Көшеттің топыраққа жайғасып кетуі. Ал жайғасып кету үшін не керек? Оған қоректік элементтер керек. А қоректік элементтер дегеніміз не? Оның бойындағы крахмалдар. А крахмал қай жерде сақталады? Бұтағында, бұтақтарында, сабағында. Егер біз ана жерін кесетін болсақ, біз оны қоректік элементтерден махрум қыламыз. Сол үшін біздің тамырымыздың жайылу үшін қоректік элементтер көбісі ойлайды, топырақты қоректендірсе өсімдік өседі деп. Ол дұрыс емес. Негізі қоректік элемент күннен келеді, күннен. Және жапырақта түзіледі. Жапырақта түзіліп, ол жапырақтың, сабақтың бойында, бұтақтың бойында, тамырдың бойында сақталады қоректік элемент. Егер біз мыналарды кесіп тастайтын болсақ, біз тамырдың бой алып кетуіне,
топыраққа жайылып кетуіне қоректік элементтердің жетілуін азайтып жібереміз. Сол үшін бұған тиіспеңіздер. Кешуге әрдайым уақыт болады. Бұны біз бірінші жыл пайдаланамыз. Бұны бірінші жыл пайдаланып, мынаны болашақта қалдырамыз деп айта алмаймыз. Бізге бұның бірінші жылы несі керек? Бұның бойындағы қоректік элементтер керек. Осы қоректік элементтерді мына жерде флоэме арқылы тамырға жеткізіп, тамырды біз жақсылап топыраққа бекіттіріп алуымыз керек. Бұл жерде енді өсімдік қорғау мәселесіне келетін болсақ, өсімдік қорғау мәселесіне. Көбінесе бұл жерде қазір ешқандай жапырақ жоқ. Бұл да аурулар. Алған кезде де аурулардан алу керек. Мына жерде қазір бір ғана мәселе тұр. Мынаны қазір кесіп тастаймыз. Мынау өлі бұтақ екен. Қазір бұны алып тастайтын боламыз. Осындай бұл санитарлық кесу деп айтылады. Бұлар бұны кесіп тастаймыз. Және бұл жерде қазір ең бірінші мәселе қабық зиянкестері. Егер қабық зиянкестері сіздер кездесіп жататын болса, аулаңызда қабығын жейтін зиянкестері ішінен караед дейді ғой. Онда міндетті түрде оған ең оңай жолы бар. Перитроидтарды аласыз. Перитроидтың дозасын бірнеше есеге негізгі ұсынылған дозасынан мөлшерінен бірнеше есе көбейтесіз 10 литр суға. Сосын осыны шашатын боласыз. Оны 3 аптада бір рет істеп тұруға болады. Міндетті түрде көшет отырғызғаннан кейін міндетті түрде су құю өте маңызды шараның бірі. Оны қалай су құю керек дегенде, бірінші су құямыз, ол толық сіңгенше күтеміз, толық сіңгенше. Сосын тағы да құямыз үстіне, екінші рет, 2 рет, сол 2 рет істейміз. Сосын жазды күндері күн ыстық болатын болса аптасына 2 рет, күн ыстық болмайды қарапайым болсын аптасына 1 рет суарамыз. Дәл солай. Және де мына жерде қазір суару қауыз дейді. Бассейн деп айтады. Яғни бұны су құя беру, осы жерден құя беру деген сөз емес, тамыр өскен сайын да бұны кеңейте береміз суаратынды. Кейін мына жақтардан құятын боламыз. Кейін тыңайтатын кезде де тек мына жерген емес, жыл өткен сайын оны да үлкейтетін боламыз. Сосын тағы да бір мәселенің бірі мульча дейді, мульчирование. Мульча жасаған кезде оған опилка себуге болмайды, ағаш кескіндерін. Ол кішкене болу керек, ірі нәрсе болу керек. Үлкен-үлкен қабықтар болу керек ағаштардың. Қарап басқа нәрселер жарамайды оған. Егер мульча жасайым дейтін болсаңыздар, үлкен нәрселерін жасау керек. Ал міне бүгінгі көшет отырғызудағы негізгі ережелер, бүгінгі тәжірибелік сабағын осымен аяқтаймыз. Міне қазір суарған кезде жаңа айтып өткеніміздей біріншіден су құямыз, толық сіңіп кеткен күтеміз, одан кейін үстіне тағы да су құятын боламыз. Одан кейін аптасына 1 рет, күн ыстықта аптасына 2 рет. Және де бұл ағашты, алдағы уақытта бұл ағашты қалай күту керектігін алдағы сабақтар жалғастыратын боламыз. Ертең гүлдегенде, гүлдеп болғаннан кейін оның қандай зиянкестермен, оның қандай аурулармен, және оның кейін қалай кесу керек, және жемісін қалай қалыптасуына көмектесу керек, сол туралы сабақтарымызды осы ағаш бойынша жалғастыратын боламыз. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, номер астында болады, хабарлассаңыздар болады.